Сәлем, менің есімім Назерке және жалқаулықты жеңіп іске кірісіп кетудің 3 қадамы атты тегін сабақтарыма қош келдіңіз. Дегенмен тегін деп жай барақат қарай салмаңыз, себебі бұл сабақтардың нәтижесінде сіз не үшін жалқауланасыз, не үшін іске кірісіп кетпей жүрсіз, әрекет етпеудің себептері қандай, не үшін біз бір зат жасау керек екенін біле тұра мүлдем басқа зат жасаймыз деген секілді сұрақтардың жауабын алатын боласыз. Сонымен қатар осы 3 қадамды да аяғына дейін өткеннен кейін мен сіздерге уайымнан арылудың қосымша 5 техникасы атты бонусты беретін боламын. Ондай болса кеттік. Ең бірінші қадам бізде жалпы әрекетке көшу үшін энергия жеткілікті ме деген сұраққа жауап беретін боламыз. Дегенмен жоқ ойынын бір ойнасақ, себебі бізде қазір қандай проблемалар бар? Біз дұрыс тамақтанғымыз келеді. Сіз оны білесіз, оны айдан анық барлығы айтып жүр. Дұрыс тамақтану керек, бірақ біз түнде жеп қоямыз, тәтті жеп қоямыз деген секілді жайт сізге таныс па? Жоқ, сізге қалай ыңғайлы, соны жауап берсеңіз болады. Немесе таңертең тұрып жүгіру керек, спортпен айналысу керек. Басқа да заттарды білеміз, бірақ таңертең ұйқымызды қия алмай, төсектен тұра алмай жатамыз, Немесе кітап оқу керек, қаншама курстар сатып алдыңыз, сол курстарды қарап шығу керек, тапсырмалар орындау керек деген секілді нәрселер бар, бірақ әлеуметтік желіде отырып қаламыз. Бұл жайтты таныс па, Негізінен бұның барлығы біз қараңыз, қалауларымыз көп, бірақ неге бұның барлығын істемейміз? Яғни істеу керек нәрселер көп екенін білеміз, оның дұрыс екенін де білеміз, бірақ әрекетке көшпейміз. Неге? Ең бірінші біз өзімізге сұрақ қоюымыз керек, жалпы энергия бар ма, Себебі энергия болмаса, сіз қанша іс қаласаңыз да, оның барлығын жасамайсыз. Себебі телефонды алатын болсақ, әрине бұның мүмкіндігі өте көп. Қаласаң калькуляторда, есепте, телефонмен де сөйлеседі, бүкіл интернет, не істесең де барлығы телефонда бар, мүмкіндігі көп. Бірақ егер бұның батарейкасы отырып қалса, бұл бізге пайдалы бола ма? Ешқандай зарядталмай, энергиясы болмаса, бұл тек қана темірдің бір бөлшегі ретінде ғана басқа ешқандай функция атқара алмай қалады, себебі оның ішінде энергия жоқ. Бізбен де тура солай. Мүмкін сіз әрекетке көшу үшін сізде энергия жеткіліксіз шығар. Жұмыстан шаршап келесіз, бір зат істеу керек еді, қосымша зат істеу керек еді дейсіз, бірақ жалпы мына бітпейтін шаруаның ішінен шыға алмай, анау сөйлейді, мынау сөйлейді, ананы істеу керек, мынаны істеу керек деп жүрген кезде мүмкін сізде қалаған нәрселерге энергияңыз жеткіліксіз шығар, Сондықтан да біздің миымыз, ол мысалы, өте қарапайым жұмыс жасайды. Ол әрқашанда біздің энергиямызды үнемдеуге тырысады. Және сізге дәл қазір сұрақ қойыңызшы, кітап оқып, немесе курс оқығанға энергия көп керек па, әлде Инстаграмда отырғанға энергия көп керек па? Әрине, Инстаграмда сен құрып отыра бересің, ал кітап оқып, жаңа бір нәрсе үйрену, әрекет жасау, мида көп нейрондар түзіліп, және оған энергия көп талап еткеннен кейін, ми әрқашанда нені таңдайды? Сіз курс оқу керек екенін біле тұра, сіз әлеуметтік желіде отырасыз. Себебі ми ол оңай әрекетті, энергия аз жұмсайтын әрекет таңдады. Негізінен энергия туралы айта беретін болсақ, мысалдар өте көп, Үтіктегіңіз келсе де, не істегіңіз келсе де, қазір энергия болмай, бір іске кірісу, немесе нәтиже көрсету, ол екі тала, Сол себептен де өзіңізге дәл қазір, немесе бір істі бастамай жүрсеңіз, өзіңізге сұрақ қойыңыз, сізде энергия қаншалықты бар. Жалпы энергияның бар жоқ екенін қалай білуге болады? Энергияның аз екенінің белгілері қандай? Ең бірінші белгі бұл әрине сіз ұйқыңыз қанбай жүрсе, шаршап жүрсеңіз, әрқашанда ұйқы сұрап отырасыз, көп ұйқыңыз кеп, төсекке жатып, есеңгіреп сөйтіп жүресіз. Оның басқа бір ұшы бар. Басқа адамдар керісінше түнде ұйықтай алмай, мазасызданып, түн ұйқысы бірнеше рет бөлініп жүрген адамдарда да бұл энергиялық тұрғыдан өте аз екенін білдіреді. Одан басқа бас ауыру, бас айналу, эмоцияға берілу, тез ашуланшақ болу, ешнәрсе қызық емес, бір нәрсемен айналысу керек, бірақ ол да қызықтырмайды, анау да қызықтырмайды, аппетит дұрыс болмай жатады, не жең келгенін де білмей жүресің, бұның барлығы энергияның аз белгілері. Әрине, бұл басқа бір аурулардың симптомдары болуы мүмкін, бірақ бұл нәрселер де сізде энергия аз екенін көрсетеді. Не үшін энергия аз? Екі себебі бар. Бірінші ол физиологиялық тұрғыдан. Әрине, сіз күнделікті 3-4 сағат қана ұйықтап, түнгі сағат 3-ке дейін мысалы Инстаграмда отырып,
таңғы 9-да жұмысқа тұрып күніне бір 3-4 сағат қана уақыттан ұйықтап жүрсеңіз, әрине сіздің денеңізде ешқандай энергия қалмайды, өйткені сіз өз-өзіңізді қайтадан қалыпқа келтіруге үлгермей жатырсыз, Жаңағы күннің жетіспеушілігі, барлығымыз қораптардың ішіне кіріп алдық та, далада ешкім жүрмейді, күн көзін алмайды, бізге D витамині жетіспей, ол да біздің денеміздегі белгілі бір жайттардың болмауына әсер етеді, Сол себептен де бізге энергия аз. Қозғалыс аз, витамин, микро, макро элементтер, яғни қарап отырсаңыздар, яғни біз өзіміздің тәніміздің ақысын бермей жүрміз. Екінші себеп бұл психологиялық, яғни тұрақсыз жұмыс уақыты, таңертең жұмыс істейсіз, түнде, кешке әртүрлі түсініспеушіліктер өте көп, орысша конфликті деп айтып жатады, үйде, жұмыста, әріптестермен, достармен деген секілді, немесе бір уақытта көп істің болуы, многозадачность, ананы да істеу керек, мынаны да істеу керек, арасында ешқайсысы бір іс бітпей жатады деген сияқты, уайым, қайғы деген секілді заттар өте көп. Енді сіз себептерін білсеңіз, энергияның азығын бұл себептермен жұмыс істеу арқылы сіз энергияны толтыра аласыз, Ол қалай? Әрине, ол да айдан анық физиологиядан ең бірінші бастағаныңыз дұрыс. Ұйқыңыз қанбай жүрме, не болса да, сіз қанша іс жоспарласаңыз да, сіз оны істемейсіз, себебі сіздің қарапайым ұйқыңыз қанбаған. Сондықтан ұйқыны дұрыс жасаңыз, Мысалы, сіздерге бүгінгі тапсырма ретінде уақытылы жатуға тырысыңыз. Ұйықтай алмай жатсаңыз да, светтің бәрін өшіріп, сағат 10-да, 11-де жатыңыз, Ақырындап ми ақырындап сөйтіп, немесе бірден ұйықтап кете алмасаңыз, керісінше өте көп қимыл қозғалыс жасап, кейін барып жатып ұйықтап қалатындай әрекет жасап, яғни ұйқының дұрысталуын ең бірінші қолға алып бастасаңыз болады, Бұл физиологиялық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан да тұрақсыздықтарды шешіп, түсініспеушіліктерді ашып айтып деген секілді әртүрлі амал әрекет қолдана аласыздар. Дегенмен, бүгінгі тегін сабақтың нәтижесі ретінде сіздерге тапсырма осы ұйқыдан бастау. Себебі ұйқы реттелетін болса, көп нәрсе энергияның қалай толған өзіңізде, мысалы телефонда біз зарядкаға қоямыз ғой, түнде тура сол сияқты өзімізді де зарядкаға қою керек. Енді жалпы бүгінгі сіздерге бергім келген пайдалы ақпарат осы. Барлығын тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақта мен сіздерге сонымен қатар іске кірісіп кетудегі қажетті энергия жинаудың бір күшті техникасымен бөлісем. Өзім ол тым қарапайым, бірақ мен өзім жасағанда да біраз қиналған болатын, бірақ соңына дейін жасағанның арқасында мен әрқашанда белгілі бір істі бастап кетуге, жобаны бастап кетуге әрқашанда энергия табамын, Сондықтан да келесі сабаққа міндетті түрде келіңіз, ол жақта керемет техника бар.